Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика 2 сынып 39-шы сабақ Атамұра баспасы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы екі таңбалы сандарды разрядтан аттап жазбаша азайту деп аталады. Олай болса, каналға тіркелуді ұмытпа, сабағымызды бастаймыз. Бірінші тапсырма. Сандарды баған түрде азайтудың қалай орындалғанын түсіндір. Бізге 80 азайтылған 49 берілген. Ең алдымен біз азайғыштың бірліктерінен азайтамыз. Яғни 0-ден 9-ды азайтуымыз керек. 0-9-ға жетпейтін болғандықтан, 0-9-дан кіші сан болғандықтан 9-ды азайғыштың 1/10-дан және 0 бірліктен азайтамын. Яғни 0-дің алдына мен 8-ден қарсы сұрап аламын, сонда ол 10 болады. Ондан 9-ды азайтқан кезде 1 болады. 1-ді бірліктің астына жазамын. Келесі азайғыштың ондығынан азайтамын. 8 ондық болған еді. Басында оның 1 ондығын біз қарсы қалғандықтан бұл жерде 7 ондық қалды. Сол себепті 7-ден 4 азайтам, 3-ті береді. 3-ті ондықтардың астына жазамын. Сонда жауабы 31-ге тең. Дәл осы түсіндірмеге сәйкес әсін орындайық. 64-тен 19 азайтуымыз керек. Біз 4-тен 9-ды азайта алмаймыз, себебі ол кішкентай. Сол себепті біз 6-дан 10-дықтан, яғни 4-ке 1 қарыз береміз. Сонда ол 10 болады. Яғни 10-ға 4-ті қосамыз. 14, 14-тен 9 азайтамыз, бізде 5 болады. 5-ті бірліктің астына жазамыз. Жаңа 6 ондығымыз бізден 1 қарыз бергендіктен осыда 5 қалды. 5-тен 1 азайтқан кезде 4 болады. Сонда жауабы 45-ге тең. Екінші тапсырма, мысалдарды баған түрінде жазып шығар дейді. 70-тен 24-ті дәл жаңағы айтқан ережелерге сәйкес азайтамыз. 0-ден 4-ті біз азайта алмаймыз, 7-ден 1 қарсы аламыз, 10-дан 4 азайтқан кезде бізде 6 болады. Мына жерде 7 еді, оның біреуін беріп қойдық, 6 қалды, 6-дан 2 азайтқанда 4, сонда жауабы 46-ға тең. 83-тен 26-ны азайту үшін біз 3-ке 1 ондықты береміз, 13 болады, 13-тен 6-ны азайтқан кезде 7. 8-де біреуін біз беріп қойдық, 7 қалды, 7-ден 2 азайтқанда 5, жауабы 57. 60 минуттан 32 минутта азайтайық. 0-ден 2-ні азайту үшін біз 1 қарыз береміз, сонда 10 болады, 10-нан 2-ні азайтқанда 8, 6-тан біреуін беріп қойдық, 5 болады, 5-тен азайтқанда 2, жауабы 28 минутты құрайды. Үшінші тапсырма, сөйлемді оқы, сұрақ қойып, оны есепке айналдыр, есепті шығар. 2А сыныбында 27 бала, ал 2А сыныбында 25 бала дейді. Біз екеуін бірінші жазып аламыз, одан кейін өзіміз сұрақ ойластырамыз. Мысалы, барлығы қанша деуге болады. Шешуі 27-ге 25-ті қосамыз, 52, жауабы барлығы 52 бала деп жазамыз. Төртінші тапсырманы әрі қарай түсіндірмені жалғастырамыз. Сандарды баған түрінде азайтудың қалай орындалғанын түсіндірейік. Бізге 100 берілген, яғни бұл жерде 100-дік 3 разрядты сан. Одан 35-ті азайтуымыз керек. Ең бірінші біз азайғыштың бірлігінен азайғышты азайтамыз. Яғни 0 5-тен кіші болғандықтан 0-ге 1 ондықты береміз. Онда бізде 10 болады. 10-нан 5 азайтқанда жауабы 5. 5-ті бірліктің астына жазамын. Келесі азайғыш ондықтарын азайтуымыз керек. Жаңа біз 10 ондығы 1 ондығынан беріп қойғандықтан ол жерде 9 ондық қалды. 9-дан 3-ті азайтамыз, 6 болады. 6-ны ондықтардың астына жазамыз, жауабы 65-ге тең. Осы түсіндірмеге сәйкес 5-ші тапсырма, мысалдарды баған түрінде жазып шығар. 100-ден 34-ті азайтуымыз керек. Біз 0-ден 4 азайта алмаймыз, сондықтан мына ондықтан 1 қарызы береміз, сонда ол 10 болады. 10-нан 4 азайтқанда 6. 10-нан біз біреуін алып қойдық, ол жерде 9, 9-дан 3 азайтқанда 6. Келесі 100-ден 56-ны азайту үшін біз 1 қарыз береміз, 10-нан 6-ны азайтамыз, 4 болады. Мына жаққа біреуін беріп қойғандықтан 9, 9-дан 5 азайтса 4. Жауабы 44. 100 сантиметрден 68 сантиметрді азайту үшін дәл солай 0-ге 1 қарыз береміз, 10 болады. 10-нан 8 азайтамыз, 2. Мына жерде біреуін бердік, бізде 9 қалды, 9-дан азайтқанда 3, жауабы 32 сантиметрді құрайды. 6-шы тапсырма, өрнектер құр және олардың мәнін тап. 90 мен 36-ның айырмасынан 22-ні азайту, яғни жақша ішінде 90 36 азайту 22. Бірінші біз 90-нан 36-ны азайтамыз, екінші одан 22-ні азайтамыз. 90-нан 36-ны азайтсақ 54, 54-тен 22-ні азайтсақ 32, жауабы 32-ге тең. Келесі әсім 100-ден 40 пен д-ның айырмасын азайту дейді. Бұндағы д 29 дейді. Яғни 100-ден азайтамыз, 40 азайтылған жақша ішіне д-ның орны 29 деп тұр. Яғни біз ол жерге 29-ды қойымыз керек. Бірінші жақшаны ішіндегі азайтуды, екінші келесі 100-ден азайтамыз. Енді біз д-ның орнына 29-ды қоямыз, сонда 40-тан 29 азайтқанда 11, 100-ден 11-ді азайтсақ 89, жауабы 89-ға тең.
Жетінші тапсырма мысалдарды баған түрінде жазып шығар. 60-тан 47-ні азайтамыз, бізде жауабы болады 13. 92-ні 58-ден азайтамыз, бізде жауабы болады 34. 39-дан 24-ті қосамыз, бізде 9-ға 4-ті қосамыз. Жауабы болады 13. Оның үшін жазамыз 1 ойда. Әрі қарай 3-ке 2-ні қосамыз, 5 ойдағы 1 мен 6 болады. Келесі 70 см 47 см азайтамыз. Бізде 10-нан 7-ні азайтқанда 3, 6-дан 4 азайтқанда 2, 23 см-ге тең. 100-ден 27-ні азайтқан кезде 10-нан 7-ні азайтамыз, бізде 3, 9-дан 2-ні азайтқан кезде бізде 7, жауабы 73 метр. 67-ге 24-ті қосамыз, 7-ге 4-ті қосқан кезде жауабы болады 11. Бірін жазамыз 1 ойда. 6-ға 2-ні қосамыз, оған ойдағы 1-ді қосамыз, жауабы 9, 91 центнерге тең. Келесі 62 литрден 28 литрді азайтамыз. 12 бізде бір қарыз керек, 12-ден 8 азайтамыз, жауабы болады 4. Одан кейін мына жерде бір қарыз берді 5, 5-тен 2 азайтқан кезде 34 литрді құрайды. 40 килограммнан 13 килограммды азайту үшін дәл солай 0-ге 1-ді береміз, 10 болады, 10-нан 3-ті азайтамыз, 7 болады, мынадан біреуін алып қалдық 3, 3-тен 1 азайтқанда 2, жауабы 27 килограмм. 30-дан 17-ні азайту үшін біз 10 деп аламыз, 10-нан 7-ні азайтамыз, болады 3, мына жерде 2 қалды, 2-ден 1 азайтқанымыз 1, жауабы 13 дециметрді құрайды. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау бол.